Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін үй жағдайында осы укроптың қыста қалай сақтау керектігін және де үй жағдайында қалай сақтап ұзаққа пайдалану керектігін қазір сіздерге әдістерін айтатын боламын. Ең алдымен укроптарды жуып, алдын ала кептіріп алдым. Бізге ең алдымен осындай селлофан керек болады. Осы селлофанға осы укромызды осылай түбімен бірге салатын боламыз. Міне дәл видеодадай осылай түбімен бірге салып, осылай бірнеше рет осылай орап, осылай жинап дайындап аламыз. Осы дайын күйінде осылай морозильникте ұзақ уақыт, яғни қысқа дейін сақтасаңыздар болады. Міне осылай барлығын салып алдым түбімен. Енді кезекте осылай қалғанын осылай уақыттап осылай тураймыз. Турағаннан кейін осы түп жағын бізде осылай қолданбайтын боламыз. Осылай түп жағын алып тастаймыз. Барлығын осылай уақыттап турап аламыз. Одан кейін бізге осындай үй жағдайында газет или мата керек болады. Осы матамызды алып, жайып, укромымызды толықтай құп-құрғақ болғанша кептіріп аламыз. Яғни 1-2 күнге қойып кептіріп алатын боламыз. Міне осылай барлығын жайып аламыз. Одан кейін бізге осы укромды толықтай кепкеннен кейін бізге осындай картон ыдыс керек болады. Яғни осындай шайдың ыдысын алдым үй жағдайында. Осы ыдысымызға салып, холодильникке сақтап, ұзақ уақыт пайдалануға болады. Яғни ешқандай көгеріп, шіріп кетпейді. Селлофанға пайдаланбағандарыңыз жөн, себебі ол селлофанда суланып иістеніп кететін болады. Видеоны лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.